Енді қараңыздар. Біз примаркеттегі нелерді сызып алдық, иә? Примаркет биік нүкте, автомаркет биік нүкте, ITR нүктелерін, одан кейін сатып алушылар мен сатушылар зонасын сыздық. Енді қазір біз Тесланы мен тағы бір көрсетемін сіздерге полный. Одан кейін уже осы стратегияға уже біз не жалғаймыз? Осы анализге стратегия жалғаймыз. Қазір бірінші примаркеттегі биік нүктені алып аламын. Примаркетте соңғы свеча бізде 341 болып тұр. 341-ге 13-ті қосамын. 51, 53 болады. 53. 41-ден 13-ті аламын. 31, 28 бола ма? Тесланың ITR-ын белгілеп алдым. Енді примаркеттің биік төмен нүктелерін белгілеймін. Примаркетте менде ең биік нүкте, менде примерно мына зона міне. Мына зона. Енді төменгіде мына зона. Примаркет. Одан кейін енді автомаркет. Автомаркетте бізде биік нүкте. Автомаркетте биік нүкте мынау бізде. Төменгі нүкте бізде мына жер. Енді 15 минут таймфреймге қоямын да сатып алушылар мен сатушыны ITR зоналарынан қараймын. ITR-ның цветтерін бірінші өзгертіп алайын, чтобы шатаспас үшін. Міне. Енді осы жердегі сатып алушылар мен сатушылар зонасын белгілеймін. Мына жерде бізде сатып алушылар зонасы бар. Сатып алушылар зонасы бар мына жерде. Одан кейін бізде мынаның вершиналар келмейді, бұндай вершиналарды қарамаймыз. Пока Тесла бойынша көптеген бізде зоналар жоқ. Енді 15 минут қарадық. Енді 5 минутта қалып кеткен зоналар болатын болса, белгілеп қоюға болады. Мына жерде бізде 5 минут таймфреймде не бар? Сатушылар зонасы бар екен, міне. Міне баға өйткені екі бірдей жерден не істеген төмен қарай түскен. Мына жерде уже бізде сатушылар зонасы. Міне, біз бірінші анализ жасаған кезде осылай полный белгілеп аламыз. Одан кейін барамыз да 1 минут таймфреймге қоямыз. 1 минут таймфреймге қойғаннан кейін, міне, 1 минут таймфреймге қойғаннан кейін біз мына индикатор деген бөлімге барамыз. Индикатор бөліміне барамыз да осы жерден не істейміз? Супер тренд деген индикаторды қосып аламыз. Супер тренд жазыңыздар. Немесе сразу уже трейдингге қосылу болатын болса, сразу индикатор бөліміне супер тренд деп индикатор жазыңыздар. Супер тренд. Міне. Индикатор жазыңыздар. Ой. Супер тренд. Супер тренд міне. Супер тренд дегеннің қасына жұлдызша қойып қойыңыздар. Мына жерге жұлдызша қойып қойыңыздар. Сөйтіп супер тренд дегеннің үстін бір басасыздар. Басқан кезде сіздердің экрандарыңыз ашу керек. Міне. Супер тренд деген индикаторды басасыздар. Басқан кезде уже сіздерге не істейді? Экранға шығады. Мына жерде міне. Сіздер екі-үш рет бассаңыздар, мына жерде екіншеу болып кетуі мүмкін. Сол екіншеу қалып кететін болса, удалить дегенді басып өшіре саласыздар. А мына жерде уже не істейсіздер? Біреуін ғана қалдырасыз, супер тренд дегенді. Түсінікті ғой?
міне супер тренд деген индикатор қосып алыңыздар. Супер тренд деген индикаторды қосып алыңыздар. Мхм. Қосып алғаннан кейін қараңыздар. Бұл бізде индикатор. Индикатордың бізде екі линиясы бар. Яғни мына жерде тұрған жасыл линия және қызыл линия, иә? Қызыл. Біз кеше айттық, трейдингте біз екі түрлі жолмен табыс табамыз. Біріншісі бізде бағаның өсуінен, екіншісі біз бағаның түсуінен. Енді қараңыздар, бұл индикатор сіздерге бағаның қай бағытта өсетінін, қай уақытта түсетінін көрсетеді. Қараңыздар, мына жерде жасыл линия шығатын болса, супер тренд, значит біз бағаны не істейміз, жоғары қарай өседі деп ашамыз. Ал егер қызыл линия шығатын болса, значит бағаны төмен қарай түседі деп ашамыз. Түсінікті ғой. Яғни жасыл болатын болса, біз бағаны жоғары қарай өседі деп ашамыз, қызыл болатын болса, бағаны төмен қарай түседі деп ашамыз. Яғни бұл индикатор бізге көмекші. Яғни бағаның қай кезде өсіп түсуіне бізге не істейді, көмектеседі. Қараңыздар, Тесла қанша? 341-де өскен, одан кейін баға қаншаға дейін барған? 348-ге дейін барған, 349-48-ге дейін барған міне. Мына жоғарыға дейін баға не істеген, өскен. Яғни мына жерде сигнал берді, ол барды да мына жерде не істеді, баға сол жерге дейін өсіп берді. Түсінікті ғой. Яғни жасыл линия бұл бізде лонг зона, қызыл линия шорт зона. Жасыл бізде лонг, қызыл бізде шорт. Аха, яғни супер тренд индикаторында жасыл линия болатын болса, біз бағаны жоғары қарай өседі деп қараймыз. Қызыл линия болатын болса, бағаны не істейміз, түседі деп қараймыз. Түсінікті ғой. Мына жерде бұл бізде бірінші индикатор. Супер тренд жасыл жанса лонгқа қараймыз, супер тренд қызыл жанатын болса, не істейміз, шортқа қараймыз. Түсінікті ғой. Енді бұл бізде бірінші индикатор. Супер трендті бәріңіз қосып алыңыздар. Жасыл болса лонгқа қараймыз, қызыл болса шортқа қараймыз. Енді бізге бұл индикатор